Қаламызда облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті 21-ші сессиясы ұйымдастырылды. Жиынға түрлі ұлт өкілдері мен ел болашағына бейжай қарамайтын азаматтар жиналды. Сондай-ақ сессия жұмысына Қазақстан Республикасының Сенат депутаты Ольга Перепечина қатысты. Кезекті сессияны облыс әкімі әрі облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы Ерік Сұлтанов ашты. Сәуір айында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының 24-ші сессиясында ассамблеяның төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев біздің бірегей жолымыз тең құқықтылық бір шаңырақ астында өмір сүретін барлық этностың бірлігі мен келісімі халықтың тілек қалауымен таңдалады. Қазақстан халқы ассамблеясы тәуелсіздік жемісі деген болатын. Биылғы жылдың сәуір айында Астана қаласында Қазақстан халқы ассамблеясының 24-ші сессиясы өткізілген болатын. Елордада өткен кездесуге өңірімізден 44 делегат қатысты. Сол кезде елбасының ел алдына қойған барлық міндеттері де облыстық сессия барысында талқыға түсті. Облыстық ассамблея төрағасының орынбасары Наиль Салимовтың сөзінше өңірдің дамуына ассамблеяның қосқан үлесі өте зор. Наша североказахстанская делегация Астана қаласында өткен сессияда біздің делегация ең үлкендердің бірі болды. Аталмыш сессия ел үшін маңызды кезеңде, яғни ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында өтіп жатыр. Қазақстан халқы ассамблеясы ел тұрғындары мен мемлекет арасындағы алтын көпір іспетті. Сессияға жиналғандардың құрметіне көрші Ресейдің Омбы қаласынан ат терлетіп келген Мөлдір қазақ этно-мәдени орталығының өкілдері тарту жасады. Үйтуге де болмайды ғой бекерге, өзін жүрген жерлеріндей із қалдыр, туып өскен қазақ елі мекенге. Өзін жүрген жерлеріндей із қалдыр, өзін өскен, туып өскен. Қазақстанның бірлігі мен татулығының нығаю үшін тер төккен ел азаматтарының еңбегі елеусіз қалмады. Солардың бірі еңбек ардагері Петропавл қаласының құрметті азаматы Сайдаш Гайсин. Ел азаматы өңірімізде музыканың дамуы үшін біраз еңбек еткен. Ол көптеген жыл бойы татар-башқұр орталығында жұмыс жасаған. Облыстық сессия барысында бірлік алтын алқасын алу ол үшін үлкен құрмет дейді. Ел үкіметі Қазақстанда осындай аз уақыттың ішінде аяққа тұрғыза білді. Мен мақтан тұтамын. Ал ендігі кезек жастардікі, ел болашағы да олардың қолында. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының 21-ші сессиясы арнайы әзірленген концертпен аяқталды.